тек қана құлшылыққа берілсе адам, ол бір белгілі бір деңгейде трансқа түсіп кетеді. Ол трансқа түскен адам өзінің миын жәнегідей улай бастайды. Ол жүректе, ал пайғамбардың өз методикасын қарасаңыз, ол кісі жұмсақтықпен жеткізген. Ал бізде қазір байқап отқанымыз өте агрессивтік, деструктивті сипатты алып отыр. Деструктивті діни ағымдардың бұл көзқарасы, жалпы бұл ұстану себебі, ол бір терминмен түсіндірсе болады. Ол ригоризм дейді. Ригоризм дегеніміз ол мысалға пайғамбар қайтыс болғаннан кейінгі бір сахабалардың дәуірінде өмір сүрген харижизмді айтсақ болады. Харижиттер мысалға олар сахабалар ойлады, ол кісілерді тақуа, сондай әулие кісілерді ойлады. Себебі олардың қолдарында намаз оқығаннан құлшылыққа сондай беліп кеткеннен мазұл пайда болып кеткен. Құлшылыққа беліп кеткен адам ол жерде білімді сырып қойғаннан кейін ол жерде фанатизм кетті. Фанатизм болғаннан кейін бұл ол адам ақ пен қара ғана әлемді сөйтіп көреді. Ал мұсылман, мынау кәпір. Мынау верующий, это неверующий деген секілді. Және де өзінің идеясын мәжбүрлемеу, үгіттемеу бұл толеранттылық. Пайғамбардың өзіне мысалы Алла тағала келген айтты ғой. Алғашқы аят Алақ сүресі Иқра бисми раббикал лази халақ. Яғни оқы жаратқан Раббыңның атымен дейді. Яғни білімге шақырып отыр. Ол басқа діндерде де біріншіден білім және практика. Қазақша сөз бар ғой, парасаттылық бар жерде фанатизм деген болмайды деп.